Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз. Бір кесе суымызды құямыз. Судың температурасы аса маңызды емес. Біраз қасық сұйық май қосамыз. Бір шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Електен өтілген ұнымызды саламыз. Алғашында қасықпен араластырамыз. Сосын қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз илеп болдық. Енді бетін жауып 15 минутқа тұндырып қоямыз. Болған соң мантыға жайғандай жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Бетін сұйық маймен түгел жағып шығамыз. Бұл самсаның арасы қатпарлы болып шығу үшін. Видеода көрсетілгендей дәл осылай орап шығамыз. Қамырымызды целлофанға салып, 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Оған дейін салмағын дайындаймыз. Мен салмаға картоп, сәбіз, пияз және де фарш, дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш және де 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырдым. Қамырымызды мұздатқыштан алып, енді оны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Дәл пышақпен кескен жағымызбен басып, осылай дөңгелек етіп шығамыз. Бұл самсаның қатпарлы болып шығу үшін. Орташа қалыңдықта қамырымызды жайып шығамыз. Мен самсаны әртүрлі пішінде етіп түйемін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Ыдысымызға салып, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп шығамын. 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп аламыз. Самсамыз дайын болды, өте дәмді шықты. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.